андай төрт бұрыш сол сөрелерде көптеген кітаптар болатын. Сол жерде Карл Маркс деген кітаптар бар. Олар бірақ маған Лениннің жүз сомдығы дейсің ғой. олар маған әсер еткен жоқ. Жалпы кітапты ұнатуыма әсер еткен ең алғашқы кітабым шығар, сол Астрид Линдгреннің Шатырда тұратын Карлсон деген кітабы. Мәссаған. Аздап бір ақындыққа жақын болуыма әсер еткен. Мектеп кезінде мен Махамбет пен Фаризаның өлеңдерін жаттап өстім. Солардың мінезін алдым десем болады. Фаризаны юбка киген Махамбет дейді ғой. Иә, солардың мінезін алған шығарым. Сол Фаризаның бір сұр өлеңдер жинағы болатын. Соны оқыдым. Қазақ әдебиетінің қай 4 кітапсыз, 4 авторсыз елестете алмайсың. Осылар болмаса, қазақ әдебиеті болмаса еді-ау деген сияқты. Кітап демей-ақ қояйын, авторлармен ауырдық қой біз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыз мәртебелі оқырман. Әдебиет порталының кітап қазына жобасының кезекті саны. Біздің бүгінгі қонағымыз ақын, аудармашы, редактор Баян Хасанова. Баян, қош келдің. Рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Енді көргеніме қуаныштым дегенде қалай енді. Бәрі әңгіме табиғи болсын. Сондықтан күнде көріп, күнде кездесіп жүрген адамбыз. Біздің әңгімеміздің барлығы осы кітаптың төңірегінде, әдебиеттің төңірегінде, автобуста келе жатсақ та, машинада отырсақ та, үйде отырсақ та, дастархан басында отырсақ та, ылғи осы әңгімеміздің барлығы осы кітап төңірегінде ғой. Бүгінгі әңгімеміз енді студияда жалғассын. Сондықтан бәрі табиғи болсын деп осылай бастағанды жөн көріп отырмын. Енді өзің біздің бағдарламаға келген қонақтарымыздың әрқайсысы өзіне соңғы уақыттарда қатты әсер еткен, өзі жақсы көретін, өзі сүйіп оқыған 4 кітапты алып келеді. Сол төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ал бірақ ол 4 кітапқа дейін де бірнеше 4 кітап төңірегінде әңгіме айтамыз. Енді неге 4 кітап деген сұрақ туындап жатса, көктен түскен киелі кітаптардың өзі 4 кітап екен. Иә. Жаңа ғана ойлап едім, сол неге 4 кітап екен деп. Сол сенің көзіңдегі сұрақты мен өзім оқып қойдым. Енді былай деп қабылдайық, соңғы уақыттарда сен енді бәрі аудармашы ретінде, редактор ретінде қабылдайды. Сен әу баста ақын едің ғой. Сол себепті ақын Баянның бала кезінде сол бала Баянға қатты әсер еткен 4 кітап қайсысы екен білгіміз келіп отыр. Сол 4 кітапты айта кетсең, соның әсері туралы айта кетсең, не туралы екенді айтсаң болады. Енді барлық бала ата-ана баласына жаңағы кітап оқып өссін дейді ғой. Біздің кезімізде интернет, телефон, қазіргі балалардай болған жоқ. Сондықтан біздің бар ермегіміз үйде жалғыз қалғанда, әкеміз коммунист, шешеміз мұғалім, таңертеңнен кешке дейін жұмыста болған кезде біздің бар ермегіміз кітап оқу болды. Ол кезде енді қазіргідей көп жаңағы балаларға арналған кітаптар көп емес еді. Сол есімде жаңағы балалық шағым өткен үйдің бір ескі бір сөрелері болатын. Андай төрт бұрыш сол сөрелерде көптеген кітаптар болатын. Сол жерде Карл Маркс деген кітаптар бар. Олар бірақ маған әсер еткен жоқ. Бір білмеймін, бір стереотип болар, әйтеуір бір мынандай бір фото тұратын үнемі. Сол фотоның артын ашсам 2 том Құран кітап тұратын. Ол бір сол кездегі анау енді менің балалық шағым тәуелсіздік алған жылдарға тұспа-тұс келді ғой. Бірақ сол әке-шешеміздің, әжелеріміздің қорқынышы ма, сол Құран кітапты жауып қоятын. Сол есімде қалыпты, жаңа балалық шағымнан қалған 4 кітап деген кезде анау көз алдыма жаңағы сөре, үйдегі, ескі үйдегі, және содағы кітаптардың қалай тұрғаны. Сосын біз анау свет өшіп қалатын кездерде балалық шағымыз өтті ғой. Сол кезде ойын ойнайтынбыз. Ойын ойнаған кезде анау қараңғы жарық, бірақ жаңағы шамды бір бөлмеге жағамыз да бәріміз сол бөлмеде жиналып отырамыз. Үйде 6 баламыз. Оның енді біреуі үлкендері жоқ, бір 3-4 бала шығармыз. Ана бөлмеден бір кітаптың авторын айтып келеміз. Мысалы, Мұзафар Әлімбаев дей ма, ана адам оның кітабының атын айту керек деген сияқты. Сондай ойындар ойнайтынбыз. Сол бүкіл балалық шағымның бәрі
кітаппен байланысты өткен екен. Содан кейін жаңағы мен үйдің кенжесі болдым. Үлкен балалардың барлығы оқуға кетіп қалды. Сол кезде мен әжеме кітаптар оқып беретінмін. Жаңағы әжем ана Айман Шолпан жырының бір шумақтарын білетін жатқа. Сосын ары қарай көкейі сайрап тұр, бірақ ұмытып қалған ғой. Сол кезде мен соларды оқып, кітапты әкеліп ол кісіге оқып беретінмін. Сондай бір кітаптар қазір есіме түсіп тұр. Ал енді бір нақты менің жалпы кітапты ұнатуыма әсер еткен ең алғашқы кітабым шығар, сол Астрид Линдгреннің Шатырда тұратын Карлсон деген кітабы. Мәссаған. Бірден көтеріп кеткен кез ғой. Бірден әлем мәдениетіне кетіп қалған сияқтымын. Ол кезде бір қазақша кітаптар жоқ, бірақ сол кітаптардың ата-анамның маған жаңағы сондай кітаптарды сатып, қайдан алып берген, қайдан әкелгенін де білмеймін. Бірақ біздің үйде болды үлкен көк кітап, сыртында мынандай вертолеттің арқасында вертолеттің мынандай айналатын зат бар, ұшып баратқан томпақ Карлсон. Сол кітапты оқыдым бала кезімде. Одан кейін мектеп жылдарында енді жаңағы сен айтып отырсың ғой, мен ақын ретінде білдім деп. Сол аздап бір ақындыққа жақын болуыма әсер еткен мектеп кезінде мен Махамбет пен Фаризаның өлеңдерін жаттап өстім. Солардың мінезін алдым десем болады. Фаризаны юбка киген Махамбет дейді ғой. Иә, солардың мінезін алған шығармын. Сол Фаризаның бір сұр өлеңдер жинағы болатын. Соны оқыдым. Махамбеттің мынандай үлкен форматта жасалған түрлі түсті бір глянцевый қағазда мен едім деген бір кітап болған. Сыртына бүйтіп тұрған суреті бар ма? Бір сурет қой. Сол суретпен ғана андай еще немен фольгамен алтын түсті фольгамен. Ол кішкене кетіліп қалады, жаңа ескіріп деген сияқты. Сол өлеңдер, сол кітаптар менің жаңағы жалпы өлеңді жақсы көруіме әсер еткен шығар деп ойлаймын. Бұл екінші кітабың, Фариза мен Махамбет. Үшінші кітап. 3 кітап кетіп қалды уже. Шатырда тұратын Карлсон кетті, Махамбеттің жинағы, мен едім, Фаризаның жинағы. Фаризаның жинағын енді есіме атын түсіре алмаймын, бірақ сол сұрғылт кітап менің есімде. 4-ші кітап деп тағы 4-ші кітап бар екен ғой. Сол жылдар өзі сұр түспен шығатын жаңағы. Бүкіл кітап бір-біріне. Мұхтар Шахановтың жаңағы ғасырларды безбендеу деген тек сондай сұр түспен шыққан. Солай шығар, сол екеуі бір-біріне ұқсас кітаптар. Машинкада басылған кітаптар ғой. Қазіргідей технология жоқ қой ол кезде енді. 4-ші кітап мен есіме түсіре алмаймын. 4-ші кітап бір әлем халықтарының ертегілері деген кітап болған. Сол шығар деп ойлаймын. Сол кітаптың бір тағы бір екі данасы осы қазір біздің үйде әлі бар, бірақ ол мен балалық шағымдағы емес, ол басқа кітап. Кейіннен табылды, бірақ сол әлем халықтарының ертегілерін оқитынмын мен, басқа халықтардың ертегілерін оқып, сосын жаңағы ана 4-ші класста есімде бір класста пысық қыздар болады ғой, сол қыздарға бүкіл класс тастап, мұғалімдер кетіп қалады ғой, шығып кетеді, жиналысқа андамда. Сол кезде маған мен тақтаға шығарып қояды да, сен ертегі оқып бер, бұларға айтып бер дейді. Ойдан шығарам. Жаңа әлем кітап халықтардың ертегілерін, әртүрлі ертегілерді оқып аламын да, араласып кетеді менің ертегілерім. Ана жақтағы ханшайыммен, мына жақтағы кеме хикаясымен бәрі араласып, ойдан бір ертегілер шығарып құрастыратын. Сол ертегілер шығар деп ойлаймын 4-ші кітабым. Жақсы. Сен неге ақын болып сен Фариза мен Махамбетті оқыған екенсің? Содан кейінгі жылдарда неғып ақындықты жинап қойып аудармашылықпен айналысып кетті дейін десем, әлем халықтарымен бала кезінде сусындаған екенсің ғой. Солай шығар, енді рас, жаңа бала кездегі сүйікті шығарма деген кезде менде де сол жаңағы жусан иісі, жабай алмаларды, менің атым қожаларды былай жинап қойған кезде Николай Носовтың жаңағы тымбыл местің басқа хикаялар, сондай нәрселерді есімізде қалып кетеді ғой. Жақсы, бұл бала баянның болмысына әсер еткен, әлі күнге жадында жүрген, әлі күнге әсері сарқылмаған кітаптар ретінде қабылдадық. Енді кейін талғамың қалыптасқан кезде саналы түрде оқып, жалпы өмірлік көзқарасыңа әсер еткен, бой түзеткен 4 автор, 4 кітап төңірегінде айтсаң. Мен енді негізгі
негізінен кітапты қазір ойлап отырсам, жаңа осы бағдарламаға келе жатқан кезде де мен қай кезде кітапты көп оқыдым десем, жоғары сыныптарда 9-шы 11-ші сыныптарда көп оқыппын. Өйткені енді бала өзінің кім болатынын білмейді ғой. Өсіп жаңа әртүрлі сабақтардан, пәндерден сабағын жаңағы үлгерімін жақсы қылып оқып жүрген кездерде бір мұғалімнің көзі түседі. Маған жаңа олимпиадаға қатыстыру керек деген сияқты болады ғой. Иә. Сол кезде маған қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімінің көзі түскен болу керек. Сол мені сол қазақ тілі әдебиетінен олимпиадаға әзірледі. Сол кездерде көп жаңағы классиктердің шығармаларын көбірек оқуға кеңес берді. Абай жолында сол кезде оқыдық. Сол кезде мен ең алғаш орыс тілінде менің орыс тілінен аударма жасауыма, орыс тілін жалпы үйренуіме ықпал еткен кітап деп айта аламын. Мен Сәбит Мұқановтың Ботагөзін орысша оқыдым. Ол бір қызық оқиға енді. Ботагөз деген бір кітап тұрады үйде, жаңа аттарын жасырып ойнаймыз ғой. Сол кезде С. Муканов Ботагөз деп тұрады да, орысша жазылып. Мен түсінбеймін да, мынау қазақ автор ма, орыс автор ма, қалай ол? Біртүрлі қарасам Мукан деген мысалы қазақ, анау қазақ, бірақ неге орысша әріптермен тұрады деп. Сонымен бір жоғары класстың әйтеуір бір 8 ба 9-шы класста ма сол кітапты алып оқыдым. Орыс тілінде оқыдым. Біздің ауылда өзі бүкіл ауылдың әзілдейтіні бар, емге орыс табылмайды деп. Адам ауырып қалса, орыспен үшкіру керек болса, орыс жоқ. Сондай орысы жоқ ауылда бір ауыз орысша білмей өскен балалармыз ғой. Кейін енді жаңағы көркем шығарманы жаңағы сол орыс тілінен аударатындай деңгейге жету үшін де бір басқа қандай тілден аударатындай деңгейге жету, ол тілді жетік меңгеру керек қой. Сол кезде осы аудармашылығыма ықпал еткен шығар деп ойлаймын. Аудармашы болып, оның ішінде көркем әдебиетті аударуыма, сондай бір орыс тілінде кітаптардың әсері болса, сол Ботагөздің әсері болды деп ойлаймын, орыс тілінде оқыған. Одан кейін менің жалпы мына қазақтың әсіресе алаш қайраткерлерінің жаңағы өмірін тануыма, жалпы сол замандағы, сол алғаш мына совет үкіметі құрылған замандағы қазақтың тыныс тіршілігімен танысуыма тағы да сол Сәбит Мұқановтың үш өмір мектебі, үш кітабы әсер еткен. Одан кейін жалпы қазақты тануыма, барлық қазақтың өзіне үңілуіне, өзінің жаңағы ұлтқа деген сүйіспеншілігін оятуына енді барлық адам солай жауап беретін шығар, Абай жолы деп. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы дейтін шығар енді. Мектеп кезіндегі мектеп қабырғасында оқыған шығармаларым осылар. Ал енді университет қабырғасында ақын болдық, поэзиямен ауырдық. Біресе Анна Ахматованы оқыдық, біресе Күләш Ахметованы оқыдық деген сияқты. Марина Цветаева арасында кетеді. Марина Цветаеваның анау менің өлеңдерім ескірген шарап сияқты уақыт өте келе ол жаңағы құны арта береді деген сияқты өлеңдерін жаттап өстік қой енді. Сондай әртүрлі енді кітап демей ақ қояйын, авторлармен ауырдық қой біз. Енді оғаш сұрақ, бірақ барлық келген қонағымызға қойып жүрміз. Қазақ әдебиетін ұстап тұрған 40 шығарма, 400 шығарма шығар. Бірақ дегенмен сен үшін қай 4 кітапты ерекше айтар едің? Қазақ әдебиетінің қай 4 кітапсыз, 4 авторсыз елестете алмайсың? Осылар болмаса, қай қазақ әдебиеті болмаса еді-ау деген сияқты. Енді бізге қазақ әдебиеті дегенде, қазақ әдебиеті ол бірінші жаңағы фольклор, ауыз әдебиеті, сөйтіп ол кез келген ұлттың әдебиеті өз-өзінен өзі ұлтпен бірге қалыптасады ғой. Ол жаңағы бір авторды тумаса, екінші автор оның орнын басады деген сияқты. Әйтеуір ұлттың қалыптасу процесі тарихпен, әдебиетпен бірге жүріп жатады. Бірақ біздің бір ұлтымызда бір кезеңдер болды ғой. Біз сол дүниелерімізден айырылып қала жаздаған кезеңдер. Сол кезеңдердің жаңағы бір сондай қиын кезеңдерде үлкен жаңағы әдебиетпен бірге әдебиеттің ғылым ретінде дамуына әсер еткен, әдебиеттің жаңағы жоғалып кеткен бір парақтарын жаңғыртқан Мағауиннің 5 ғасыр жырлайды деген кітабын мен өзімнің ойымша сол Мағауиннің үлкен еңбегі біздің қазіргі әдебиеттің тууына, жасалуына,
қазіргі қазақ поэзиясының осындай деңгейге жетуіне сол Мағауиннің бес ғасыр жырлайды қайта жаңғыртқаны бізге үлкен олжа болды деп есептеймін. Кез келген әдебиет ол қатар жүреді. Жаңа біз кітап фест көрмесі болып жатыр ғой, сол жерде де әңгіме болып жатыр. Ғылым мен жаңағы қатар жүру керек. Қаламгерлер әдебиеттің теорияларын да білу керек деп жатыр да. Енді өзің сияқты жазушылар мен жаздым болды толдым демей, осы басқа жұрт не жазып жатыр, олар қандай жаңағы әдебиеттің теориясына қатысты, қандай олардың білімі бар деген сияқты. Сол үшін мен біздің жаңағы әдебиеттің жасалуына әсер еткен деп, содан кейін сен енді көркем шығарманы айтып жатсың ба, кітапты айтып жатсың ба? Жалпы кітап қазақ әдебиеті деген кезде сен жоқ, егер мен біріншісі жазушыларды бес ғасыр жылайды, өте керемет болды. бес ғасыр жылайды деп одан кейін Әбіштің тарихи шығармалары деп, өйткені олар болмаса біз тағы да өз тарихымызды білмес едік деген әңгіме. Екінші автор әрине Міржақып Дулатов. Үшіншісі болды, бұл үшінші болды. Үшінші автор ол жаңағы алғашқы қазақ романын жазған. Роман деген жанрды тұңғыш рет алып келіп, сол роман деген жанрдың үдесінен шығу үшін қазір қаншама адам өз-өзін жыртып жазушы болғысы келіп, қиналып жүр. Роман жаза алмай жүрген, арманда жүрген қанша жазушы бар. Бірақ Міржақыптар енді сондай қиын кезеңдерде әр ай сайын тергеліп, ұсталып жүріп, сондай қиындықпен, бірақ осындай жанкештілікпен дүниеге әкелгені сол Бақытсыз жамал романы. Үш автор. Үшеу болып кетті ма? Төртіншісін поэзияда айтайын, Мұқағали деп. Жақсы. Енді Баян, шынымен саған дейін 15-20 қонақпен сұхбаттастым ғой. Осы сұрақ бәріне қойдым. Бірақ сенің жауабың бір ақынның, аудармашының, редактордың жауабы емес, кәдімгі ғалымның жауабы болды деп ойлаймын. Ғалым болуға дайындалып жүрген адамның. Шын мәнінде жаңағыда әлгі 5 ғасыр жырлайттан бастап бері қарай тартқаның жақсы. Енді бүгінгі бағдарламаға өзіңнің алып келген 4 кітабыңа көшейік. Баян Хасанова біздің бүгінгі оқырмандарымызға оқуы тиіс деп алып келген 4 кітап бар, және әдебиет порталының кітапханасына сыйға тартатын 4 кітап бар. Оның біріншісі Джордж Оруэллдің 1984 деген кітабы. Енді шын мәнінде Баян, бұл кітапты мен қалай елестетсем болады? Бір сұп-сұр, сұп-суық, күрең өткен бір әлем сияқты. Енді негізгі әңгімені өзінен күтейік. Әлем әдебиетінде антиутопия деген жаңағы бір бұны мен енді әдебиет теориясын онша білмегеннен кейін бұны жанр ма, бұны ағым ба, бағыт па нақты айта алмаймын, бірақ антиутопиялық шығармалар дейді. Олдос Хаксли деген жазушы бар, ең алғашқы осы антиутопиялық шығарма жазған. Сол Олдостан бастап, сол мына Джордж Оруэлл деген жазушы сол Олдос Хакслидің шығармасын оқып, осы 1984-ті жазуға шабыттанған деп естідім. Енді естігенде оқыдым, яғни ақпарат көздерінен. Бұл романды аударар кезде мен аздап... бір минут сөзіңді бөлейін. Құрметті оқырмен, қазір қазақ оқырмандарына кеңінен танылып қалған осы 1984 романын аударған аудармашы Баян Хасанова бүгін бізде қонақта. Ал енді айта отыр. Аудармасы бұрын, енді бұны бұл шығарманы бұрын бір оққанмын мен. Қай жылдар? Сол есімде жоқ, 2015-16 жылдар оққан шығарым, ал өзім мынау ковид кезінде аудардым. Ковид кезінде үйде отырған кезде жаңағы жұмыс жоқ, бәріміз үйде отырдық қой, сол кезде осындай ұсыныс түскен кезде мен қатты қуандым, өйткені бір нәрсемен айналысып үйреніп қалған адам ол жай отыра алмайды екен. Содан мен осы шығарманы... Және бұны өзің алдында оқып сіңіріп алғансың. Оқып сіңіріп алғанмын, және бұл анау біздің мына
біз қазір бәріміз деколонизациядан өтіп жатыр ғой, біздің санамыз, ұлттық санамыз. Бәріміз осы мына бізге орыс империясының, совет өкіметінің санамызға сіңіріп кеткен бір стереотиптерінен құтылуға, тәуелсіз ел болуға, санамызды тәуелсіз болуға тырысып жатқан кезде, сондай бір процесте жүрген кезде мына роман маған өте қатты әсер етті. Бұл бұл романдағы оқиғалардың прототипі Совет одағы дейді. Кейін енді Совет одағы туралы да біз енді ол кезде бала болдық. Мысалы мен дүниеге келген уақытым 86-шы жыл, нағыз Совет одағының ыдыраған жылы. Ол туралы біз тек қана естідік, көрген жоқпыз. Біз анау сарқыншақтарын сол Совет одағында тәрбиеленген адамдардан тәрбие алдық. Сондықтан біз енді оның сарқыншақтарын көрдік және естідік. Көзімізбен көргеннен кейін мен мына романды оқыған кезде шынымен бұл ойдан шығарылмаған. Былай жұрт айтады ғой, бұл антиутопиялық, Оруэлл ойдан шығарылған бұл әлемді. Бұл әлемде, бұл кітапта жер беті үш неге бөлінеді, үш империяға бөлінеді. Сол бір империяда болған оқиға сол суреттеледі. Былай қарасаңыз ойдан шығарылған сияқты. Ал бірақ процестердің барлығы келеді. Жаңағы бір аяқ киімді бір үйдің бірнеше баласы киіп өскен деген сияқты аяқ киімдердің өзін санап шығаратын, адамдарды аңдитын. Бұл жақта мысалы біз қазір екеуміз емін еркін көсіліп әңгімелесіп отырмыз. Өйткені біз тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз, ешкімге санамыз ешкімге бағынбайтын біз азаматтарымыз еркін, иә. Ал бұл кітаптың оқиғасында ой полициясы деген болады. Ол әрбір адамды аңдиды. Сіз біреумен әңгімелеспек тұрмақ, өзіңіз күнделік жазсаңыз да ойыңызды ішіңізде жарып бара жатады. Мысалы, бір системадағы, жүйедегі Сізді бақылап тұр дей ма? иә, көкең сені көріп тұр дейді да. Көкең сені көріп тұр. Көкең сені көріп тұр дейді. Өйткені әрбір үйдің қабырғасында, әрбір подъезде, көшеде үлкен бір жаңағы көкенің суреті тұрады, мұрты бар, портреті тұрады. Ол адам тірі ма, өлі ма, оны ешкім білмейді. Ол мен сол кезде осы шығарманы аударып отырған кезде мен Сталиннің портретін көзіме елестеттім. Мен де соны елестеткен. Айтып отқан кезде соны елестеттің ба? Сразу Сталиннің портреті көзіме елестейді. Одан кейін жаңағы лозунгтер, ұрандар әр жерде ілініп тұрады. Оның бәрі желге ұшып жатады. Оны қайтадан жаңартып жатады және адамдардың басқан ізін бақылайды. Сондай бір идеология жүрген кезде, сондай бір идеологияның кезеңі ғой бұл енді. Сол кезеңді суреттеген және менің жаңа оқырманға айтарым, бұл шығарманы толық айтпай-ақ қояйын енді. Ол оқырманда өзі оқып, ары қарай өзінің пікірін қалыптастырсын. Оқырманға айтарым, жалпы жаңағы деколонизация процесі тезірек жүрсін. Біз шын мәнінде санасы тәуелсіз жаңағы ұрпаққа айналайық десек, осы кітапты оқыңыздар дегім келеді енді. Жақсы, иә. Ал құрметті көрермен, мәртебелі оқырман, аудармашы Баян Хасанованың сіздерге ұсынатын кітабы осы 1984 қайткен күнде де қолдарыңыз жеткізіп оқыңыздар дегім келеді. Өйткені жаңағы шын мәніңізде Совет одағында адамдар Тақиялы періште фильміндегідей кетем деген мен кете алмайсың сен деп билеп қана жүрген жоқ. Сол кездің бір сүреңсіз өмірі осы кітапта оқыңыздар дейміз еді. Әдебиет порталының кітапханасына қабыл алдық. Енді келесі кітап біздің бағдарламада көптеген авторлар айтылады, бірақ соның ішінде ең жиі аталған автор болса бірі Мұқағали, екіншісі осы Төлен Әбдік деп айтар едік. Төлен Әбдік деген кезде әрине оң қол еске түседі, одан кейін барып тозақ оттары жымыңдайды еске түседі. Одан кейінгі жылдарда жаңағы Парасат биігіне шыққан кезінде жазған Парасат майданы. Ендігі сөзді өзіңнен күтеміз. Мен бұл кітапты не үшін алып келдім? Егер бұл бағдарламаны студент жастар көретін болса, мен студент кезі адамның кітапты ең көп оқитын кезі деп ойлаймын. Өйткені ешқандай уайым жоқ, сенің сабақ оқудан басқа міндетің жоқ. Кейін жұмыс істеген кезде көп кітаптар қазір бәріміздің үйімізде жиналып тұр, иә? Біздің оқитын уақытымыз жоқ. Сатып аламыз, оқығымыз келеді, ішімізден қалаймыз, бірақ 100 кітаптың 90-ын студент кезде оқыдық. Солай ғой, иә. Сол үшін студент кезде жастар міндетті түрде Төлен Әбдіктің Парасат майданы оқыса екен. Бұл жерде тек қана жаңағы бұл көркем шығарма емес, сондай-ақ адамның психологиясы бар, бұл жерде әлеуметтік проблемалар бар. Бұл өте жаңағы адамға жан-жақты білім беретін кітап қой. Ең бастысы адамның өзімен өзі оңаша қалып, өзі таразыға салып ойландыратын кітап.
дегім келеді. Жақсы, иә. Мгм. Ал енді құрметті көрермен, құрметті оқырман, Төлен Әбдіктің Парасат майданы кітабын міндетті түрде оқыңыздар. Ол оқу керек кітаптардың тізімінде міндетті түрде болу керек деп ойлаймыз. Жалпы алғысы келетін, оқығысы келетін оқырман болса, оны міндетті түрде қол жеткізеді. Иә, Жаңағы, әрине. иә, Каспий дүкенде де бар, басқада да бар деген секілді алады. Ал енді келесі автор алып келген екенсің. Жалпы бір әр кезеңде бір модаға шыққан бір жазушылар болады. Әр Мгм. кезеңдерде мысалы бір Оралхан Бөкейде модаға шыққан модный жазушы болған. Қазіргі уақытта да енді біздің заманымызда, замандастарымыз қатарында жақсы жазушылар, жақсы прозашылар бар. Бірақ дегенмен бір модаға шығып келе жатқан бір бала бар сияқты көрінеді де тұрады. Ол әрине Әлішер Рахат, Махаббатым констант, параллель. Мгм. Екі бірдей романы ғой деймін. Иә. Енді осы туралы өзің айта отырсаң. Бұл кітаптың маған өзіме ерекше әсер еткен тұсын айтайын, одан кейін көрермен, оқырман өзіне қабылдайды ғой әр нәрсені. Мысалы, бәріміз қазір қалада өмір сүреміз, бірақ шығармаларда біздің қазақ жазушыларының шығармаларын оқыса, бір ауылдағы әңгімелерді жазады. А, ы Бірақ жастардың енді өмірінің дені қалада өтіп жатқаннан кейін олар сол қаламен байланысты өмірді әдебиеттен де көргісі келеді. Урбандалған әдебиет дейміз ба, оны енді қалай. Одан кейін екінші бір мәселе бар, бұл әлеуметтік мәселе. Синглтон деп аталатын социологияда осындай бір термин бар. Жастардың бойдақтық өмірді ұзағырақ созғысы келетіні. Енді бұл кімнің жаңағы автор бұны бұл шығармада оны саналы түрде соны көрсеткісі келді ме, әлде ол оның бейсанасында, яғни өзі қоғамнан бақылап жүрген құбылыстарды солай шығармаға түсірді ме, ол жағын білмеймін. Оның екінші мәселе, тағы бір мәселе бар. Жасырын тұрған бұл буындардың шайқасы. Әкесімен, әке шешесімен мына кейіпкердің және мына кейіпкер қыздың анасымен арадағы көзге көрінбейтін шайқастар арқылы кейіпкерлердің арасында шиеленістер болады. Және бұл нағыз қазіргі қазақтың қалада өсіп жатқан жастарының өзінің карьерасын, мансабын өзі құрып, ешкімнің көмегінсіз, өзінің еңбегімен көтеріліп, өзінің еңбегімен қаражат тауып, байып, жаңағы жағдай жасап деген сияқты сөйтіп жүргісі келетін, ешкімге тәуелді болғысы келмейтін жастардың нағыз өмірі суреттеледі. Сондықтан тағы да студент жастар оқыса екен деймін. Жақсы. Баян Қасанованың әдебиет порталының кітапханасына ұсынған бүгінгі оқырманға оқуыңыз керек дейтін кітабының қатарына осы Әлішер Рахаттың Махаббатым констант, параллель романдарын қосып отырмыз. Енді жаңа айтып отырмын, жаңағыдай әлгі модный жазушы деген секілді. Енді социалистік реализм дейміз, басқа дейміз, дәстүрлі әдебиет дейміз. Содан кейінгі уақыттарда жаңағы модернизм, постмодернизм деп келеміз. Сөйтіп келген кезде біздің қазақ әдебиетін жаңағы бірнеше жанрды қамтыған әдебиет ретінде қабылдауымызға, қарастыруымызға болады. Сол жаңағы дәстүрлі әдебиеттен тамырын ажыратпай, қол үзбей, бірақ қорықпай жаңа негілерге, эксперименттерге баратын және содан бір нәтиже шығаратын жазушы ретінде мойындалған ол Мақсат Мәлік. Алғашқы жұмбақ кітабы шыққан кезінде кәдімгідей аға буын бар, өзінің замандастары бар. Соның барлығынан өзіндік бағасын алып, жылы сөздерді көп естіген бірден бір жігіт осы Мақсат Мәлік. Соңғы уақыттарда Мақсаттың жаңағы Абыл мен Қабыл романында жақсы бір әңгімелерге бір өзек болып, жақсы автордың тарапына бір жақсы әңгімелер айтылып жүр. Ал енді Баян, өзің сол алғашқы кітабын емес, кейінгі роман емес, Ағаш адамның кітабын алып келген екенсің, осы төңірегінде айтып отырсаң. Енді барлық адамның санасына бір адам шығарманы оқыған кезде өзін жаны қалап тұрған дүниені іздейді да. Мен бұл кітаптан бір жаңағы өзің айтып отырсың ғой, дәстүрлі әдебиеттен ажырамай, эксперименттерге қорықпай барады, яғни бір еркіндікке ұмтылу бар да, бір мынау әдебиеттегі соцреализм салып кеткен қалып
қалыптан шыққысы келетін, шығып кеткен, тіпті шығып кеткен де айтуға болатын шығар. Сондай бір мен өзім мысалы поэзияда, прозада шығарма оқысам да, тіпті кейбір журналистік материалдарды қарасам да бір қалыптан, мынандай бір формадан, бір белгілеп қойған бір неден жаңағы пішіннен шығып кеткісі келетін, шығуға тырысатын адамдардың шығармашылығын жақсы көремін. Сурет болсын, ол әдебиет болсын, театр болсын, Мгм. сондай шығармаларды жазады. Осы әңгімелер жинағы, әсіресе мына ағаш адам деген шығармасы нағыз анау ағаш өзін өзі былай ойып жатыр ғой мына суретінде, Иә. мына жерде. Сол сияқты тура шығармада да ол ағаш, ол өзінің өсіп тұрған жаңағы өзінің уже ол жерге сыймайтынын, ол жерде мен өзім солай, енді әрбір шығарманы әр адам әртүрлі интерпретация жасайды ғой. Мен солай ойладым да, ол ағаш өзінің тұрған жеріне өзі жақтырмай, жаратпай емес, ол жақтан кетуі керек екенін, басқа жаққа бару керек екенін, көру керек екенін, соған ұмтылуы керектігі деген сияқты бір астарлы ой бар да осы шығармада деп сөйтіп түсіндім. Өзін өзі ойып, өзі ағаш адамға айналып, ағаш кетіп қалады да, орнынан жоқ болып кетеді да. Сондай бір еркіндікке ұмтылған адамдардың да санасына бір сілкініс жасайтын әңгімелер жинағы деп осы кітапты сіздерге сыйлағым келді. Жақсы. Мгм. Ал енді құрметті көрермен, мәртебелі оқырман, Мақсат Мәлік соңғы бір 2000-ші жылдардан кейінгі толқында буында өзін мойындатқан, шығармашылығымен дәлелдеген жазушылардың қатарында. Қазір енді жас жазушы дейтін аттан алыстап кетті. Жазушы деп қана айтамыз. Жазушы Мақсат Мәліктің ағаш адам кітабын ұсынып отыр, бірақ бұл бірнеше жыл бұрын жарық көрген кітап. Бұл кітап қолдарыңызға тие қоймас, әдебиет порталының кітапханасынан орын алады. Егер сіздер қаласаңыздар, Мақсат Мәліктің Абыл мен Қабыл деген романы жарық көрген. Сол кітапты оқуға кеңес береміз. Ал Баян, қымбат уақытыңды бөліп, арнайы келіп, білгеніңмен бөлісіп, жақсы сыр сұхбат құрғаныңа рахмет айтқым келеді. Өздеріңе де рахмет. Ал енді құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған 10 кітапты аударған, 100 кітапқа редактор болған аудармашы редактор, байырғы ақын Баян Хасанова. Әдебиет порталының кітап қазына жобасының бүгінгі саны осымен тәмам. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.